Қараша айының 1 және 2 күндері Астана қаласындағы Ривера School Quantum мектеп қабырғасында халықаралық STEM байқау өтті. Бұл өзіне математика, физика және ғылым саласын қамтамасыз ететін инженерлік байқау. Бұл сайысқа Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей және тағы да басқа мемлекеттерден келген 120 оқушы өзара сайысқа түсті. Облысымыздың намысын Әбу Досмұхамедов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернатының оқушыларынан құралған 2 команда қорғады. Бірі гран-при иеленсе, екінші команда 5-ші орынды қанжығаларына майлады. В данных соревнованиях, вернее, данные соревнования прошли очень на высоком уровне. Сайыс өте жоғары деңгейде өтті. Осындай сайыстардың арқасында балалар өз біліктіліктерін шыңдай алды. Қатысушыларға жер сілкінісіне төтеп бере алатын мұнараның макетін жасау сынды қазіргі таңдағы актуалды тапсырмалар берілді. Сонымен қатар табиғи апаттар кезінде адамдарды құтқаратын құрылғылардың макетін жасау керек болды. Берілген тапсырмаларды біздің оқушылар жоғары деңгейде көрсетіп, жүлделі орындар алғанына мен өте қуаныштымын. Сайыс бірнеше кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде қатысушылар дайындаған үй жұмыстарын көрсетсе, екінші кезеңде қазылар алқасы қатысушыларға белгілі материалдан көпір және мұнара жасау үшін тәжірибелік тапсырмалар берген. Бұл тапсырманы жерлестеріміз жақсы орындап шыққан. Ал қорытынды кезеңде қатысушылар білімдерін физика, геометрия, информатика пәндерінен тест тапсырмаларын орындады. Осы STEM олимпиадасына біз 1 аптадай дайындалдық. Дайындық аса оңай болмады, әрине. Көптеген қиындықтар болды, бірақ та біз жұмыла барлығын шештік. Осы робототехника мен достарым арқылы қызыға бастадым. 1 жылдай болған шығар, шамамен. Осы робототехника арқылы мен өзімде көптеген қасиеттер дамыта алдым. Жарысқа қатысушылардың бірі Батырхан Шытқанов. Ол робототехникаға қызығушылық таныта бастағанына 1 жыл шамасында уақыт өткен. Бірақ осы аз уақыт аралығында көптеген облыстық және республикалық сайыстарға қатысып, өз біліктілігін әрдайым шыңдау үстінде. Сайыста бас жүлдені иеленгені үшін оқушыларға Астана қаласында орналасқан IT университетінен 2 грант бөлінген. Оқушы мектеп бітірген соң сол университетте білім алып, робототехника саласын дамытқысы келетінін жеткізді. Этот проект, он охватывает... Бұл жоба бүкіл әлемдік мәселелерді қамтиды. Ең бастысы ол жер сілкінісі. Қазіргі таңда көп жерлерде жер сілкінісі болуда. Ал бұл жоба жас инженерлерді тексереді. Біз түрлі табиғи апатқа төзе алатын мұнараның макетін әзірледік. Дайындыққа 1 жұмадай уақыт кетті. Біз бұл мұнараның жасалуын көп ойладық. Бірақ соңында күш пен жігердің арқасында жасап шықтық. Әбу Досмұхамедов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернатында робототехника үйірмесінің ашылғанына 3 жыл уақыт өткен. Оқушылар үйірмеге 7-ші сыныптан бастап қабылданады. Қазір робототехника үйірмесіне 10-ға жуық оқушы қатысып, облыстық және республикалық сайыстардың тұрақты қатысушыларының біріне айналған. Оқушыларымыз 2-3 жылдай осы робототехника үйірмесіне қатысады. Сонымен қатар төменгі сыныптардан біз 7-8 сыныптардан бастаймыз робототехника дайындықтарын. Енді осы соңғы 3-4 жылдың еңбегі осы оқушылардың халықаралық олимпиададан орын алғандары. Бізде мектепте енді робототехникаға байланысты әртүрлі жабдықтар бар. 3D принтерлар, леганың әртүрлі қондырғылары. Сонымен қатар лазерлік станок бар, ағаш кесуге, пластик кесуге. Осының бәрі оқушыларға қолдау ретінде өте керемет жабдықтар. Олар үшін дайын материалдарды қолданып, осындай сияқты олимпиадаларға, жарыстарға қатыса алады. Жарыста орын алған қатысушыларға IT университетіндегі гранттан бөлек бағалы сыйақылар мен кубок пен грамоталар тарату етілді. Азат Құрмаш, Ерболат, Первый Северный телеарнасы.